Salmasından olmuşlar. Yine de tavsiyem verildi. Bir tavsiyemasını istemişim sevgili. Sonra sınavlar hadise hakkında sınav koyan sonra cevap verirsin. Birinci sınav. Yapılan ülkelere yeteneğinizi anda yeteneğiyle katarlaşacak. Заң және тәртіп, еңбекқорлық және кәсіби біліктілік, жасампаздық және жаңашылдық құндылықтарына баулу. Бұл арқылы оқушыларда ұлттық құндылықтарды бағалауы, шығармашылық және сын тұрғысынан ойлауы, функционалдық сауаттылығы, қарым-қатынас жасау қабілеті мен жауапкершілігі артады. Сонымен қатар өмір бойы оқуға, еңбек етуге, қазақстандық патриотизм және азаматтық жауапкершілікке деген дағдысы қалыптасады. Балалар тұрып, мына жерде қаншалық керек, ертеңге қанша топқа бөлінеді? Қандай бөлінеді? Осы жерден карточкаларды алу арқылы топқа бөлінеміз.
мәтіннен ауызекі сөйлеу стиліне келген белгілерді анықтап айтамын. Жақсы. Ал кімдікі? Ешқандай дайындықсыз екі адамның құлағынан сөйлесуі кімдікі? Жарайды. Ол сол іздеген өстігім мен боламын дейді. Бұл да дайындықсыз, жақсы. Топтарды бағалап жіберейін. Мына топ өте жақсы жауап берді. Бірінші топ жақсы. Орташа жауап берді. Енді тілдік бағдар кезеңіне кезек берейік. Біз зат есімді бөліктік. Зат есім дегеніміз не екен? Зат есім заттың атын білдіреді. Кім, не деген сұрақтарға жауап береді. Кімдер, нелер. Зат есім құрамына қарай дара зат есім, күрделі зат есім болып екіге бөлінеді. Дара зат есім бір ғана түбірден тұрады. Оған о, қара, қан, тоқушы деген сөздер жатады. Күрделі зат есім кемінде екі сөзден тіркесу арқылы, бірігу арқылы, қосарлану арқылы және қысқару арқылы төрт жолмен жасалады. Мысалы, мәдениет үйі, ата-ана деген сөздеріміз жатады екен. Енді топтарымызға тапсырма береміз. Бірінші топтың тапсырмасы Т кестесі арқылы кітаптағы екінші тапсырманы ашамызда дара және күрделі зат есімдерді екі бағанға бөліп жазамыз. Бірінші топ, мына топ. Т кестесі арқылы дәптерге жазылды. Екінші тапсырманы ашып, екінші топтың тапсырмасы мына тұрған бауырсақ әдісі арқылы астында сұрақ берілген, сол сұрақты оқып жауап береміз. Үшінші тобымыздың тапсырмасы көршіге айт әдісі арқылы топтағы оқушылар ертегінің мазмұнын көршісіне айтады. Бұл әдіс арқылы оқушыларда тыңдалым және айтылым дағдысы қалыптасады екен. Жарайды ма? Екінші топтың оқушылары келіп, бауырсақтан алып жауап береміз. Бәрін алып кетіп бірінші топ Т кестесін сызыңдар дәптерге. Кітаптары бар, соны ашып оқып жазамыз. Үшінші топ дайындалып отырыңдар ауызша. Көршіңе айт әдісі бойынша.
уақыт беріп жауап береді. Дайындалуға. Дайындал, ал айтамын. Балауыз айтамын. Және туынды. Жарайды. Тақымдайды. Тақымдайды. Бірінші топ жазылды. Үшінші топ дайын айтамын. Көршіңе айтады сашылы. Екінші топ жауап берді. Таразда есімдегі жоқ. Екінші топ. Ол сендер жазбаша ол жазып сосын айтып бересің. Дәптерге сызыңдар, түр естесің. Сөздер, я? Жарайсың. Таразда тесін дегенде екен. Айбар, бүгін кетсін, таразда тесін. Al ayvar ayvar. Бірақ түбірден жасалған сөздер тараз әдесінде жатады екен. Жақсы. Қайда бар? Жауап бересіңдер. Не деп тұрған? Аха, айтамыз. Әдесін деген не екен? Атын. Иә. Қандай сұраққа жауап береді? Кім? Иә. Кімдер? Нелер? Жарайсыңдар. Бірінші топ қолынан жазып, айт оқиды. Біреу оқысам. Тараз әдесін арасында жарайсың, бір түбірден тұрады, я? Күрделігін айтамын, күрделігін, кім айтады? Күрделігін жақ айтыңдар, арнасы айтамын. Дәптерге жазғанымдай. Шара автомобиль көчі. Жарайды. Бірінші, үшінші тобымыз өте жақсы жауап берділер. Екінші топта жақсы, өте жақсы жауап берділер. Бірінші топ жақсы. Ал енді кері байланыс береміз. Бір ауыз сөз әдісі арқылы жауап береміз. Сабаққа алған білімдерін туралы. Бұл жеке жұмыс. Яғни жеке оқушылар. Оқушылар бір ауыз сөзбен сабақ туралы өз ойларын түсіндіріп береді. Бір ауыз сөздерде сабақты бағалайтын келесі сөздерді айтуға болады. Ұнады, пайдалы, қажет, білдім, үйрендім, қызықтым, ұмтылдым, есте сақтадым, жасай аламын, тағы басқа сөздер қосуға болады. Сұрақтармен танысыңдар. Топқа бөлінген ұнады дейді, я? Айтамыз. Сақтадым, я? Аяғын айбар айтамыз.
өте пайдалы екендігіне задействован туралы екендігін ауызекі сізде қандай Жақсы. Жарайсыңдар. Үйге ташамыз, үй тапсырмасын алыңдар. 6-шы тапсырма 7-ші бет. 6-шы тапсырма 7-ші беттегі. Ол тапсырмада сендер қиял ғажайып ертегі бастырып берулерің керек. Кіріспе, негізгі бөлім, қорытынды бөлімдерін қамтып, қиял ғажайып ертегі бастыру тапсырмасы. Жарай ма? Жарайды, сау болыңдар.